Свет дайын қояр, камера бар, микрофон дайын, бастай беріңдер. Бәріне сәлем, менің есімім Ерболатұлы Айқан, жасым 11-де, Қызылорда облысы Шиелі ауданынан келіп отырмын. Мен мұнда бастық болуға келдім. Мен әкемнің бастығымын. Әкеммен бірге тойларға шығамын. Өзім қасында жүрем, ақшаларын алып жинайым. Костюм дұрыстап шықшы деп, әке қобалжыма деп, шашын дұрыстап, туфлин сүртіп шық деп айтам. Әкем мені тыңдайды. Айқын ұлым менің өте ерекше бала болып дүниеге келді. Ол менің әрдайым қасымда қолғанатым болып, жарыстарға барсақ та, үлкен сахнаға шықсақ та, ол әрдайым маған сенімді болып, әкешім ешқандай уайымдама. Мен осы Қазақстан дауысы жобасынан, көрме таңдауынан өтемін деп өзіне нақты сеніммен келген жағдайы бар. Айқын ұлыма сәттілік тілеймін, жолы ашық болсын. Маған шоу бизнес қызық, әншілердің қалай жүргендерін, қалай сұхбат бергендерін көріп, қызығып, соларға ұқсағым келеді. Мен әншілердің бастығы болсам, оларға бұйрық беріп, бір уақытта концерт жасаңдар деп айтып отырам. Болдым, мен айтып болдым. Камера өшіре беріңдер. Сахнаға шығарып салайын, сәттілік тілеймін саған. Тәлімгерлер саған бұрылсын. Келе ма? Жүраға, мінекей басталды, ақырындап. Мен Қазақстан дауысы балалар жобасының сахнасына шығып танымал болсам деймін. Ол әрі қарай менің атақты продюсер болуыма көмектеседі. Жібер аттың басын. Жұбаныш мырза бұрылай. Тоқтап қалмас алдынан күлдің ау тартқан менен. Шернің жатағына еваң жолайма көрінбей жасынып жатқан менен. Бәрі-бір қалыбынан асалмайды жауға зәнеті гүлін ай шашқан менен. Белгілі қазағыңның Басай. Нартайымын жаңғыртып Hem қосатын аспанменен Егигай Егигай ахау аспанменен Ай, со. Егигай
Алейкумассалам. Сәлем, сәлем. Айық сенімен. Кім боласың, атың кім, қай жақтан келдің? Менің есімім Ерболатұлы Айқын, Қызылорда облысы Шиелі ауданынан келдім. Сыр елі жыр елінен келіп қалыпты саған. Мен сені көп күттім ғой, Айқын. Рахмет. Көп күттім. Айтпа, көп күтті. Әлем ағаңның тобындасың. Әлем ағаңа осындай домбырамен сол термайтатын осы дәстүрлі өнердің бір өкілі керек болып отырады балалардың ішінен. Осы жол бір жақсы бір сәтті түсті ғой деп ойлаймын. Ең бас талапқа риза болып отырмын да, сондай талпынысы Айқынның мені өте қуантып отыр. Енді әлем ағаң бұрылғаннан кейін әлеммен таласпайын деп мен бұрылған жоқпын, негізі шынымды айтайын. Дұрыс болды, рахмет. Айқын, қош келдің. Талабыңа нұр жаусын. Мен де өте қуаныштымын. Осы өзіміздің қазағымыздың дәстүрлі осындай мектептерін жалғастырушы, осындай тәтті балапандарымыз барына өте қатты қуаныштымын. Тоқтамай жалғастыра бер. Даусың өте қуатты екен. Ана дыбысты ұстап алып, жан шығарып, жетер жеріне жеткізіп жібердің. Мен өте керемет әсерде отырмын. Әлем маған осындай сен сияқты дауыс керек, осындай бағыттағы әнші керек деп сұрап отырғанына неше апта болды. Сондықтан әлеммен таласқан жоқпыз. Хош келдің, бірақ рахаттандық. Рахмет көп. Айқын, сені көргеніме мен өте қуаныштымын. Қандай мақсатпен келдің осы жобаға? Өзімнің ән деңгейімді көтеру үшін келдім. Қандай керемет жауап. Енді мені бір таңғалдырғаны, мына тілдің жаттықтырылғаны. Кәдімгі әр сөзіңді анық айтып, қазақ үнін, қазақ иісін шығарып тұрып, тура құлақ құршын қандырдың. Көп рахмет сол үшін саған. Рахмет. Ол үлкен еңбектің арқасы деп білемін. Енді сені мықты өнерлі жан ретінде танып отырсақ, сен өмірде қандайсың өзің? Не қызықтырады сен өнерден басқа, домбырадан басқа? Мені домбырадан басқа спорт, волейбол. Волейбол ма? Ол өте күшті. Ал мінезіңді айтып кетсең? Мінез бар ғой енді. Мінезім жұмсақ. Ай, білмедім. Өз солай ойлайтын шығар. Осылай домбыраны шертіп отырып, енді жұмсақ мінез болмайтын шығар. Кәдімгі өзінің ұстанымен жүріп келе жатқан азаматқа ұқсайсың негізі. Неше жасынан бері домбырамен ән салып жүрсің? Мен 8 жасымнан бері. 8 жасынан бері. 3 жылдық тәжірибесі бар. Көп дайындаласың ба? Иә. Өзің дайындаласың ба, жоқ біреу дайындай ма сені? Мені ағайым дайындайды. Бәсе. Ағайың үлкен сәлем айт. Ұлттық өнерімізді насихаттап жүрген, осындай жас балаларға үйретіп жүрген ағайға үлкен рахмет. Көп рахмет. Және де әлемнің тобын осындай күшті мықты баламен толтырып бергеніне. Айқын, қуаныштымын. Сен менің тобымдасың. Рахмет. Рахмет. Келдің бе сен? Қаяқта жүрсің? Айқын қайда? Айқын қайда жоқ қойын? Жаным. Қандай сүйкімсің. Осындай керемет қазақтың қара домбыраның үнін шығарған осы сенің алтын саусағыңнан ұстағым келді менің жаным сол жол болсын. Көп рахмет саған. Айқын. Сен жобадасың. Жұмсақпын дейді. Мен сен тентек қылам. Сахнада тентектік керек. Айғыр алмайсың ғой деймін. Бір қарасың, Айқын реп айтып тұр дейсің. Құттықтаймын. Болды, рахмет. Ал келесі кезеге өткен бізді қатысушымыз Айқын! Келе ғой! Ақылды, тамаша. Көр өзі салмақты келе Айқын. Қалайсың? Жақсы. Көңіл-кең қалай? Жақсы. Арманың бет негізі бұл жобаға қатысу. Иә. Арманың орындалды. Көрдің ғой? Әлем бұрылады деп ойладың ба? Мүлдем. Егер суперфиналға өтіп атсақ, суперфиналда тәлімгермен айтатын ән болады ғой. Иә. Екі жақтан тұрып алып екеуміз. Күшті. Шертеміз. Әлемнің әлем білмейтін қырлары көп. Көп, мен бірақ о жақтарын көрсетпеймін. Баланың болашағы бар негізі. Енді мына бала кәдімгі өзінің ұстанымы, сахнада өз-өзін сезгені, домбыраның үнін шығарып, оны кәдімгі ұстаудың өзі қандай, Тым үйтіп қатал болып кетсе де, өскеннен кейін ағайын мынау деп, оны мен қазір тентек қылам, домбырамен деп андай дисторшн қосып алып.
ең бастысы мәдениетті болу керек, Әрине, сапалы әрине, болу әрине. керек. Иә. Әлем саған жақсы жігіт келді, өте сондай. Енді оны қай жағына өзің бұрсаң да қамырдай илеп, өзің ыңғайыңа келтіріп. Мәдениетті болсын деп айтты. Сіздермен жұмыс жасаған жақсы екен. Рахмет. Иә. Рахмет, аман Келесі болыңыздар. балапанымызды Иә. тыңдаймыз.